Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and Армысыздар достар, бүгін сіздерменен conditionals тақырыбының жалғасын өтетін боламыз. Conditionals сөзінің мағынасы шарттар деген сөз, яғни белгілі бір шарттың орындалуы көрсетілетін сөйлемдердің түрлері достар. Кез келген conditionals сөйлемдерін ажырата білу үшін біз if деген сөзді ол сөйлемнен көретін боламыз. Егер деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз достар third condition, яғни conditionдардың үшінші түрі болып аталады. Бұл third conditionның негізгі мағынасы ешқашан болмайтын, яғни теориялық тұрғыда да болмайтын, өте кеш болу ықтималдығы нөлге теңесетін бір әрекеттерді баяндайтын сөйлемдердің түрлері болып табылады. Мысал ретінде айтатын болсақ, достар, бұл жерде мынандай. Қазір мен мысалын келтіремін, артынан формуласын түсіндіремін. If I had $1 million, I would have lived in the United States. Егер менің $1 миллион болғанда, мен Америкада тұратын едім. Теориялық тұрғыда бұл теория күйінде ғана қалады деп айтайық. Мағына тұрғысына келген кезде ешқандай болу мүмкіндігі, ықтималдылығы болмайтын дүниелердің баяндалуын айтады осы жерде. Енді жасалу жолына назар аударатын болсақ, достар, third condition сөйлемдерінде формула былай болады. If past perfect тақырыбы және would сөз жалғанады, оған present perfect жалғанады екен достар. Осындай формуламен жасалынатын сөйлемдер бізде third condition деп аталады. Яғни өткен шақта болу ықтималдығы мүмкін емес сөйлемдерді біз жаңағыдай не деп айтамыз, conditionals деп айтамыз. Бұны қолданатын кезде қалай болады? Бір өткен шақтағы болып кеткен бір оқиғаға өкініш, я болмаса сондай болғанда мұндай болады, не етті бір арманды айтқысы келеді бір адам. Егер де бүйткен кезде бүйте салады, не етті, мысалы қазақ тілінде көп қолданады бұндай сөйлемдер. Адам көп армандайды ғой. Арман болғаннан кейін есесіне біз осындай сөйлемдерді көп қолданады екенбіз. Кеттік мысалдар қолданып көрейік. If he, мысалы, had loved her, he would have married. Егер ол оны жақсы көргенде, яғни ол қызды жақсы көргенде, ол үйленетін еді. Бірақ шынайы уақытта келсек, шын туайтына келсек, ол оны жақсы көрген жоқ, есесіне үйленген жоқ. Бірақ тура осы сөйлемді біз былай жасап көре аламыз достар. Мынау бізде болымды сөйлем болса, мына жердегі мағынасы, мысалы қараңыздар, if he had loved her, he would have married. Егер ол оны жақсы көргенде, ол үйленетін еді. Деп біз нені мағынасы тұрғысынан келген кезде, ол оны жақсы көрген жоқ, сол себепті ол үйленген жоқ деген нәрсені айтқымыз келді, үйленетін еді деп жатырмыз. Яғни шындап келгенде мағынасы болымсыз түрдегі сөйлем. Дұрыс па? Ал егер тура осы сөйлемде екі бөлімінде, шарттың басындағы бөлімінде, шарттың нәтижесіндегі бөлімде де болымсыз түрде қолданатын болсақ, бұл сөйлемнің мағынасы болымды мағынаны береді. Мысал келтірейік, осыны жазайық. If he hadn't loved her, көрдіңіз ба? Бірінші бөлімінде болымсыз түрде, екінші бөлімде болымсыз түрде. He wouldn't have married. Егер ол оны жақсы көрмегенде, ол оған үйленбейтін еді. Көрдіңіз ба? Демек, ол оны жақсы көрді және үйленді деген сөз. Көрдіңіз ба? Осындай шарттарды қолданып көрсететін сөйлемдерді біз third condition деп айтамыз. Тағы мысал келтірейік. If she had
traveled to US, she would have visited California. Байқасаңыздар, if she had traveled to US, ол кісі Америкаға саяхаттағанда, ол Калифорнияға баратын еді деген сөйлем. Бірақ шындап келген кезде ол саяхаттаған жоқ Америкаға және Калифорнияға да барған жоқ деген мағынаны білдіреді. Жалпы сөйлемдер осылай жасалынады, достар. Third condition дегеніміз өте жеңіл, болу ықтималдығы өте төмен сөйлемдерге қолданылатын conditionalдың бір түрі болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау, сәлемет болыңыздар.